Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте нәзік, жұмсақ кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамыз жарып, шекермен жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт құйып, және де май құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Қопсытқышты мен ұнға араластырып қойдым. Осылай елекке салып, барлығын електен жақсылап өткіземіз. Осылай електен барлығын өткізіп болғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Түйіршіктері қалмау керек. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Осындай масса болған кезде 12 дана кекстің қалыптарына құямыз. Осы массамыздан бізде 12 дана кекс шығады. Бар болғаны бір ғана жұмыртқадан жасалады, және де үйдегі бар заттардың барлығымен жасалынады. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады, тез арада дайындалады. Осылай барлығын құйып болғаннан кейін пешке жіберетін боламыз. Бізде осындай биік болып кекстарымыз шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет, сіздермен болған жібек.